Бірге ел кубогының жеңімпазы аса ауыр салмақтағы Олжас Сырлыбай жеңісің құтты болсын. Ең алдымен дәл қазір бір өзінің эмоцияң жайлы айтып кетсең, жекпе-жек біз белдесу тартысты болады деп күттік, бірақ жылдам аяқталған сияқты, тіпті сырттай бір оңай көрінген сияқты болды. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Аллаға шүкір, осы жылға бірінші баспалдақты өттік, бірінші мақсатымызды орындадық, Қазақстан кубогын ұту. Ендігі алдағы ең үлкен мақсатымыз Азия ойындарының алдына тек 6-сын барамыз енді, Құдай қаласа. Осы бізге 4 белдесудің ең қиыны саған қандай болды, қай белдесу болды? Ондай бір не болған жоқ. Бұл дайындықтың өте жақсылығы деп ойлаймын. Осы күнге дейін тоқтамай еңбек етіп, барынша дұрыс жағынан психологически, тактически, физически жақсы дайындалдым. Алдағы уақытта енді өзінің спорттық жоспарларыңыз жайлы айтып кетсең. Спорттық жоспарымыз осы жылғы ең ірі, ең үлкен мақсатымыз жоспарымыздағы Азия ойындары. Азия ойындарында алтын алу.